Өткен заманда бір кедейдің жалғыз ұлы болыпты. Оны медресеге оқуға беріпті. Бала күн сайын ерте тұрып, мектепке барады да кешке қарай үйіне қайтып келеді. Бір күні мектептен келе жатса, жол үстінде бір қарлығаш бүрісіп тұр екен. Бала қызығып қасына барса, бір қанаты сынған ұша алмай қалыпты. Әлгі бала қуанады да қарлығашты ұстап алып қойнына тығады. Күн бата әкесі жұмыстан келеді. Баласы алдынан жүгіріп шығып қуанышын айтады. Әке, мен бүгін мектептен қайтып келе жатып бір қарлығаш ұстап алдым. Өзі әдемі, жуас. Қарлығаш көктің құсы, бекер-ақ ұстағансың. Бір қанаты сынған екен. Онда оған қамқор бол. Неге сынды, не бопты? Өзіңіз көріңіз, деп әкесін қарлығаштың қасына ертіп барады. Әкесі қарлығаштың сынған қанатын көреді де таңып тастайды. Балам, жақсы істепсің, мұны бағып, жақсылап қара. Сөйтіп бала қарлығашты баға береді. Күндіз мектепке барарда апасына тапсырады. Апа, қарлығаш үйден шығып кетпесін, абай болыңыз. Есік-терезені жауып қойыңыз. Су мен жемін өзім әзірлеп кеттім. Арада бір сыпыра уақыт өтеді. Қарлығаштың қанаты жазылады. Үй ішіне пырылдап ұшып жүреді. Балаға бауыр басып кетеді. Бала келгенде ұшпай алақанына қонып дән жейді, қанатын сипатады. Күн өтіп, ай өтіп, күн бұзылады. Бір күні таңертең үйдегілер шайға отырады. Сонда терезеде ашық қалған екен. Қарлығаш сыртқа ұшып шығып, сол бетімен ғайып болады. Қарлығаш ұшып кеткенге бала қатты қапаланады. Жылап сықтайды. Тамағынан ас өтпейді. Күні бойы сыртта жүргенде аспаннан көз алмайды. Bir құс суылдай ұшып өтсе, әке, мынау менің қарлығашым емес пе деп сұрайды. Бір күні әкесі баласын жұбату үшін, балам, сен асықпа, қарлығашың бір күні қайтып келеді дейді. Мұны естіген бала аспанға қарай көзі талады. Қарлығаш келмейді. Бір күні әкесінен, әке, менің қарлығашым қашан келеді деп сұрайды тағатсызданып. Балам, сонша асыққаның не? Қарлығашың алдағы көктемде келеді дейді иландырып. Күндер өтеді, қар еріп, жер көгереді. Көктем шығады, жадырап мамыр туады. Бір күні таңертең Күндер өтеді, қар еріп, жер көгереді. Көктем шығады, жадырап мамыр туады. Бір күні таңертеңгі шайда ішіп отырғанда аяқ астынан бір қарлығаш үйге кіріп келеді де бел ағашқа қонып отырады. Қарлығаш үйдегілерге өте әдемі болып көрінеді. Бала құмарлана мейірімін төге қарайды. Дәл өзінің қарлығашы екен. Жіңішке қызыл шүберегі қанатының әлі түспей тұр. Бала қарлығашқа қол созып ұсынып ерекше қуанады. Әкесіне дауыстап, әке, менің қарлығашым келді. Қараңызшы, қандай сымбатты, өзі іздеп келді дейді. Сол кезде қарлығаш сайрай жөнеледі. Бауырын жазып, кеудесін кереді. Аузынан бір тал дән жеуге жерге шоршып түседі. Бала дәнді алып әкесіне көрсетеді. Мынау не? Бұл қауынның дәні, балам. Мұны егейін күзде, уылжыған тәтті қауын жейсің дейді. Әкесі үйдің жанындағы бос жерді аударып, дәнді егіп қояды. Бірнеше күн өткеннен кейін қауынның сабағы өніп, жер бетіне шығады. Мұны көрген бала бұрынғыдан бетер қуанады да оны суарып тұрады, түбін қопсытады. Қарлығаш кетпейді де осы үйдің ішіне ұя салады. Бала аялап, жақсылап қарайды.
Қауын өсіп сабағы көрінеді. Әкесі мен баласы мал кірместей етіп айналасын қоршайды. Арнайы әзірленген тыңайтқыш сеуіп мезгілінде суарып тұрады. Қауын гүлдейді. Bir күні бір сабақтағы гүл түсіп, орнына бармақтай түйін пайда болады. Қауын түйірі күн санап өсіп жетіле бастайды. Баланың әкесі жанынан кетпей түйірге қарайды. Басқа біреудің жұлып әкетпеуіне сақтанады. Күз түседі, қауын бұлбырап піседі. Түсі де өзгеріп, сырты сары ала тарта бастайды. Бала, әке қауынды қашан жейміз деп сұрайды сабырсыздана. Bir күні әбден пісті деген қауынды сабағынан үзіп алады да үлкен бір табаққа салады. Үстіне орамалмен жауып үйге алып келеді. Сонда бала алтындай жалтыраған сары қауынды көріп, бөркін аспанға атады. Қане әке, қауынды тіліңіз дейді. Әкесі қауынды тілген кезде алтын түйірлері сау етіп төгіледі. Сөйтіп бұл үй қазынаға қарық болып қалады. Ұрпақтан ұрпаққа жетелейтін байлыққа батады. Енді бұл алтынды қалай пайдалану керек? Базарға шығарып сатса сатушы бұл алтынды қайдан алдың деп тексеру жүргізуі мүмкін. Онда бітпейтін бәлеге қаламыз дейді. Одан да аз-аздан біртіндеп сатып тұрмысын оңдауға жұмсаған жөн. Бірден шашылып төгілудің қажеті жоқ. Кемшін мүліктердің ғана орнын толтырудан аспау керек. Үй иесі осылай істейді. Айлар өтеді, жылдар өтеді. Кедей үйдің тұрмысы оңалады. Жер-су сатып алады. Малы көбейе байи бастайды. Ел құлағы елу, көптің көзі көрген деген емес пе? Оның алтын сатып жүргенін ел естиді. Кейбіреулері көзімен көреді. Ақырында кедей шаруаның аяқ астынан байып шыға келгені жайындағы хабар сол елдегі патшаның құлағына шалынады. Патшаның ішіне шоқ түседі. Бұл кедей шаруа қалай тез байыды? Бәлкім менің не басқа біреудің қазынасына түсіп жүрген шығар. Осылай ойларда шабармандарға әлгі адамды шақырып келуді бұйырады. Шаруа алдына келіп, бас иіп сәлем береді. О, мәртебелі тақсыр, сіздің бұйрығыңызбен алдыңызға келіп тұрмын. Сен кедей едің, қазір алтынмен сауда жасайтын көрінесің. Алтынды қайдан алып жүрсің, соны айтшы дейді. Тақсыр, ол өзімнің жиып тергенім еді. Сен бұл тақты қой, кімнен қалай ұрладың? Ешкімнен де ұрлаған жоқпын. Табан ақы, мына маңдай терім дейді. Саған бір жақсылық жасайын, сол алтыныңды қазынаға тапсыр деп зорлайды. Шаруа алтынның қолына қалай келгенін жай жапсарын айтса да көнбейді. Қоймай жүріп шаруаның алтынын алдырады да қазынасына қосып алады. Жұмсаған алтындарының құны деп мал мүлкін, үй жайын түгел алады. Шаруа күйзеліске ұшырап, баласы екеуі сергелден күй кеше бастайды. Патшаға тағы бір ой келеді де шаруаны шақырып алады. Сен алтынды қарлығаш алып келген дәннен өнген қауынның ішінен шықты деп едің ғой, дейді. Қатал бұйрық береді. Шынында солай болса, енді маған бір қауын өсіріп бер, дейді. Сонда сенің алтыныңның мен мал мүлкіңді қайтарамын, дейді. Шаруаның басына ауыр күн туады.
барар жер басар тау қалмайды. Өзінің бұрынғы үйіне келсе, қарлығаш та кетіп қалған екен. Содан баласы екеуі жылап-сықтап жүріп қысты өткізеді. Күн жылып жаз келеді. Сол кезде шаруа мен баласы қарлығаштың қайта оралуын тілейді. Бала екі көзі төрт болып аспанға қарай сарылады. Бір күні таңертеңгілік шай ішіп отырса, әлгі қарлығаш ұшып келіп терезеден кіреді де бел ағашқа қонады. Содан кейін сайрай жөнеледі. Бала қарлығашты көргенде жүрегі тулап тебірене қуанады. Қанатына байланған қызыл жіп әлі тұр екен. Мәз болған бала, әке, менің қарлығашым келді тағы да, деп қуанып, тұқымын әкелді ме екен деп сұрайды әкесі. Әкесі байсалды түрде, әкелсе саған тағы да қауын өсіріп беремін, деп жауап береді. Бұлардың абыр-сабыр саябағында қарлығаш қайтадан сайрайды. Сол кезде аузынан қауын дәні жерге түседі. Зұлым патшаның жарлығын орындайын балам, мына тұқымды өндіріп, қауынды патшаға апарып берейін де өзімнің дүниелерімді қайтарып алайын дейді әкесі. Баласы келіседі. Шаруа қарлығаштың аузынан түскен дәнді тағы да бұрынғы орнына егеді. Күндер өтеді, тұқым өніп көктейді, жазға қарай жапырақ жаяды. Сонда бір бас түйін салады. Шаруа алаңсыз жүре береді. Қауында ала жаздай күтіп баптайды. Адам баласына көрсетпейді. Мал жолатпайды. Қауынды жақсы жетелейді. Күз болып қауын піскенде шаруа жігіт шын ниетімен қауынды үзіп табаққа салады да залым патшаға апаруға дайындайды. Бұл қауынды беруге қимаса да еріксіз мәжбүр болады. Жер бетіндегі обыр қара ниет адамдарға, әділетсіз патшаға Алланың өзі көрсетер деп іштей ызаланады. Өзінің кінәсіз екенін дәлелдеу үшін қауынды көтеріп патшаның үйіне барады. Патша үйінде екен. Тақсыр өсірген қауын піскен соң әкеліп тұрмын, қабыл ал, дейді патшаға масайрайды. Жарайсың, мен қауынды қабылдаймын, сен бұрынғы алтын мен мүлкіңді өзің ал. Патша жарлық береді. Шаруа өзіне тиісті мал-мүліктерін бәрін қайтарып алады. Патша дандайсып ат басындай сары қауынға қуана қарайды. Іші толған алтын, енді қазынам еселенеді. Ешкімнің қақысы да жоқ, жөні де болмасын деп ойлайды. Патша тағына отырады. Айналасында уәзірлері мен нөкерлері тола. Патша бір уәзірге андағы қауынды жар, оның іші тола алтын. Ол менің кереметім, алтынды қазынаға құйыңдар деп бұйырады. Уәзір қауынды ортаға әкеліп тіледі. Қауын қақ жарылғанда ішінен қара шұбар жылан атып шығып патшаның мойнына орала кетеді. Патша табанда жан тапсырады. Әлгі шаруа өз жеріне қамсыз өмір сүреді. Баласы оқып, білімді адам болады. Қарлығаш қанатына байланған қызыл жібімен көк жүзінде зулай ұшып жүреді. Күзде кетіп, көктемде қуанып, ала келіп, шаруа мен оның баласының мейіріміне бөленеді.